Садақаны жақыныңнан баста дейді. Қайырымдылығы мен мейірімділігін аямайтын қазақ жұрты. Ассалаумағалейкум. Бүгінгі жағдай мынандай. Мемлекетімізде жұмыссыздық өте күрделі мәселе. Ал өзінің қолынан келетін өнеріменен өз нәпақасын тауып жатырған бүгінгі бауырымыздың басына мынандай сынақ келіпті. Мынау зданияны көріп тұрғандарыңыздай өзінің жалға алып, өзінің қол шеберлігіменен мынандай автокөліктерге қызмет көрсететін бауырымызға күні кеше ғана осы Теңге ауылында нысан аталатын осы ғимаратта Алладан сынақ келіп, өрт шығып, шығындар пайда болыпты. Ғимарат ішіндегі өрттің қалай шыққаны, оны мамандар өздері анықтай жатады. Бауырымыздың өзінің 6 баласы бар екенін білдік, және әйелі жұмыссыз, өзі де жұмыссыз, үйінің несібесін, балдарының несібесін осы өзінің кәсібіменен ғана тауып жатырғанын да анықтадық. Енді бұл жерде бұл ғимарат иесіне тиесілі болғандықтан бұның қайта жасап беру шығыны, және бұл жерде иномаркалық автокөлікте болған, ол көліктердің де шығынын өтеп беру көзделген. Сонымен қатар мынау ішкі жабдықтары барлығы осы бауырымыздың мойнында екен. Сондықтан да азаматтың еңсесін көтеріп, жұдыра жұмылық болып бауырымызға көмектесуді сұраймыз.